Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай әдемі, дәмді пари-брест деген пирожныйды жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Келесі видеода осындай бір жасағаннан шығатын дәмді макарон с пирожныйларын дайындайтын боламыз. Сондықтан жаңа рецепті жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысқа су мен сүтті құямыз. Аздап тұз салып, одан соң қантты саламыз. Содан соң сары майды салып, ерігенше жақсылап араластырамыз. Кішігірім қайнатамыз. Қайнайын деп жатқан кезде үстіне ұнды саламыз. Ұнды салған соң отты орташа етіп қойып, 2,5 минуттай жақсылап араластырамыз. Ағаш қасықпен араластырғандарыңыз дұрыс, себебі онымен араластырған өте ыңғайлы. Түбі осылай жабысып жатқаннан кейін плитаны өшіріп, ыдысты плитадан аламыз. Одан соң қоспаны кішігірім араластырып, толықтай суытамыз. Суыған соң жұмыртқаны бір-бірден саламыз, әр жұмыртқаны салған сайын араластырып отырамыз. 3 жұмыртқаны салдым, қамыр әлі дайын емес, 4-ші жұмыртқаны саламын. Бұл жерде жұмыртқаның көлеміне байланысты сізде 4 немесе 5 жұмыртқа кетуі мүмкін. Ешқандай миксер қолданбаймыз, тек ағаш қасықпен немесе силиконды күрекшемен араластырып отырамыз. Консистенциясы осындай болып шығуы қажет. Қамырды кондитерлік қапшыққа салып, осылай қою қылып құйып шығамыз. Мендегі насатканың номері 336. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25 минуттай пісіреміз. Одан соң 160 градусқа түсіріп, 20 минуттай тағы да пісіреміз. Осылай қызарып шығуы керек. Енді ортасына жағатын кремін дайындаймыз. Сүзбелі ірімшікке қант ұнтағын қосып, жақсылап араластырамыз. Одан соң миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Сүзбелі ірімшік пен клейгей міндетті түрде салқын болуы қажет. Содан соң клейгейді құйып, алдымен қасықпен, одан соң миксермен араластырамыз. Крем осылай қою болып шығады. Пари-брест суығаннан кейін пышақпен ортасынан кесіп шығамыз. Одан соң ортасына кремін жағамыз. Қалаған жеміс-жидектерді салып әсемдеуге болады. Мінекей біздің пирожныйымыз осындай әдемі болып көрінеді. Сыртын әртүрлі етіп сәндеуге болады. Мен крем жағып, малинамен әсемдеп шықтым. Соңында бетіне ерімейтін қант ұнтағын қосып, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Біздің пари-брест пирожныйымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайтынына толықтай сенімдімін. Келесі видеода осындай өте дәмді, бір жасағаннан шығатын макарон с пирожныйларын дайындайтын боламыз. Сондықтан жаңа рецепті жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.